Ата, мен емес қой енді, мен емес қой онда. Ана келдіңіз ғой. Үй сатайық деп отқан. Неге сатасыз? Сатпай-ақ соң кете беруге болатын еді ғой. Қара шаңырақ қой ол. Қара шаңырақ болса да, ана қалаға барып өсеміз, өнеміз деп сөйтіп айтып жатыр ғой келдіңіз. Өсіп өне бермейсіз ма? Неге сатасың қара шаңырақты астыңнан су шықты ма? Су шықса кіргізіп алатын деп қойса. Ескі үйді неменеге айтып отырсыз оны? Немене айтқаның ол үйде мен тұрғам, мен туылғам сол үйде. Одан кейін менің әкем тұрған ол үйде. Әкемнің әкесі тұрған ол үйде. Әкемнің әкесінің әкесі тұрған. Әкемнің әкесінің әкесінің әкесі де тұрған болу керек ол үйде. Атадан балаға мирастап келе жатқан бұл үй, қара шаңырақ. Бәсе ескі да анандай. Не қасиеті бар оны сатпа дейтіндей? Оның не қасиеті бар екен, нақты айтпады енді маған. Оннандай деп нақты айтпады, қара шаңырақ. Соны атадан балаға мұра қылып, тұндар осы үйді деп тастап кетті. Қанша кетті? 7 миллион. Арзан жібергенсіңдер. Енді атайын келдіңіз ғой енді. Ата! Келеге болсаң көш көрді. Баяғыда 2-ақ сумкамен келіп қапты. Бода, сумка. Не деген бітпейтін дүние деймін да. Бірақ сен артынан келгенде отырсың ба? Қайда? Болсаңдар сіз созыла бермей. Бәрін алдыңдар ма? Бәрін алдық. Мына бақылаш көреді. Не үшін алып аласың? Дөм қандай қажет жоқ. Тасташа келсің ау. Тұра берсің. Қаладан сүт алдырам. Қаладан сүт алдырамыз, ауылдағылардан сүт алдырады адам деген. Ауылдан сүт алдырам осы баклашкамен. Хотя бы сүтін алып алмайсың баклашкамен. Тұра берсің, нең бар? Іштеңеді қажет жоқ. Таста. Мынау не? Мынау неге керек мына баклашка? Мына баклашканы кесесінде, бейтіп кесесінде, жылы су құясында дәрет аласың. Потом мына жерін кесесінде құмған қыласың. Мына жерін кесесінде зубный щетка салдырасың. И мына жерін кесесінде пепельница салдырасың. Ой, мына баклашканы шығаратындарды зауыттағылардың өзі сен сияқты үйті ойламағанша мақұлақ тұра берсін. Мынау не? Мынау кілем. Не кілем? Өртеп тастайтын уақытың болды ғой мынаны. Кетші бар жындыма, мен артынан келген ғой. Шешемнің көзі. Шешенің көзі болса, шешең тірі болса, мынаны өртеп жібертетін еді. Ешқандай дымға қажет жоқ. Бәрін ескі құсқын. Бәрін новыйдан аламыз. Новый үй аламыз, новый зат аламыз бәрін. Онда мына көктерекон лақтыр жүрейік. Көктерекон тұра берсін, керек болар. Орын алады. Лақтыр жүрейік. Орнап атқан дымы жоқ. Кәл, әгеш, сыртына киіп ал. Өсетін болдық па, көшетін болдық па? Көшетін болдық. Шырақта болды. Отырыңдар болды. Машина мен айтайын, рөлге бойың жетпейді сен, папа. Кең-ау, не айтып тұрсың? Ойнап. Астына бірден қойып береміз ғой. Кешен осы сағат тартқан жоқ. Сойы болу кән. Жабылмайды ал, кәні. Шығар кілемін. Мынау не істеді? Ойбай, сауап болды, жалаң қайып, ел жұрттың бәріне қарап. Осы ауылдан келгендер қант ішті ғой, өзім симай жатқанда келіп ап. И так прок. Көрсетем мен бұған қазір орысшадан жібермесем. Мына не істейміз? Машинасы қымбат қой мынаның. Бүкіл ақшамыз бәрі осыған бересіз. Полиция керек, полицияға не бересің сосын? Полицияға, сен берем полицияға. Дұрыстап шеше, абайлап шеше. Мұрат, мені Украинада әскерде оған білмейді ғой? Білмейді ғой, дұрыстап шеше. Көрсет. Ты что сделал, а? Ассалаумалейкум, братан. Куда смотришь, Ты знаешь, это сколько стоит тачка, а? Тачка емес, нормальный машина. Тачка деген ауылда екі сүйрейтін тачка. Сен джип бар деген. Тачка да мен айтып болады, братан. Дороже твоей машины стоит моя машина. Знаешь, бампер сколько стоит, а? Всю жизнь не отработаешь. Брат, түсініп тұрмын, ауылдан келгенім да мен, брат. Енді жаңағы дос болған, досымның жаңағы офисі бар, бір жұмысына келгем. Что ты говоришь мне тут? Я тебя не понимаю, Давай, восстанови. Давай, документы давай. Документы жоқ болып тұрған братан. Астанаға да барамайын деп тұрмын, братан. Сейчас я патруль вызову. Понял? Болды, братан. Давай быстрее. Все. Орысша білмегенім. С ней как? Все нормально? Не нормально ол, не нормально. Осының кесірінен болып тұр, брат. Қазір звондап алайын, брат. Өшіру емес. Братан, енді бірден келсектен мен енді ауылдан келіп жатырмын. Сейчас патруль вызову.
Оформлять будет тебя, понял? Патруль, анау мынау деген звонома қойшы, братан, мен өзім ауылдан енді келіп жатырмын, братан, енді. Я ничего не знаю, давай в основной. Все, братан. Документы, давай. Документы. Все, давай, принеси, бол. Все, давай. Алматы бізді осылай суық қарсы алды. Бұл жағдай біздің отбасымыз үшін үлкен соққы болды. Әкем машинасын, анам 2 миллион ақша беріп, әрең құтылдық. Ару қала Алматы кейде адамдарға үміт сыйласа, кейде сансыз сынақтарға жолықтырып жатады. Біздің бұл қалаға келгеніміз дұрыс па, бұрыс па, уақыттың еншісінде. Кім? Санжик. Ассалаумағалейкум, досым, қалай? Жақсы. Кеп қалдым. Кеп қалдым, көтеріліп кетсің кәдімгідей. Жұмыста да кәдімгідей көтеріліп, қатты көтерілген сонша телефонды көтере алмапсың? Досым, бизнес, жұмыс қой бізді. Қол босамайды, білесің, жас баласы ренжи бермесе келесіп. Қалай ренжімейсің? Сен қалай кигенін білесің бе мен бұған? Алматыға қалай кигенін білесің бе сен өзі? Не алды? Нағымат де. Келдім, жипті соқтым келе сап. Ана жерде іштен дәуген кезерден біреу шықта бір орысша сөйлеген біреу кісі келіп, сотқа берем деді маған. Милицияға ұстатам деді маған. Көлігімді бердім. Үстіне 2 миллион ақшам беріп, әрең құтылдым. Не болып кеткен қалаларың сендердің? Енді өзің айтқан жоқсың ба? Қалаға кел, көмектесем, жұмыс істеген жетеді. Анау дейді. Енді көмектес бауырым. Қалаға келдім. Көмектескенде, досым, қақтың көмектесем бе мен саған? Жіберген тауарлар ары өтпеген. Бері қарай жіберген маған жетпеген. Ортада тұр. Биржа құлаған, товар жоқ. Өзім банкрот болам деп түнімен ұйықтамай әр жүріп қайт көмектесем бе саған? Мен саған биржа бер деп тұрмасам, ақшаң ештеңе керек жоқ маған. Маған өзім орналасып, жұмыс тапқанша пәтер жағынан көмектесіп, үйіңе тұрғызып, сода жәрдемдесіп жібер деп тұрмын мен саған. Бекерден бекер келіп дейсің ба? Үйді сатып, ауылдағыларын барлығын сатып келіп отырған жоқпын ба? Сен бәрі сатып көшіп келдің ба? Не айтып отырмын мен саған? Сен сол айтпайсың ба бірден? Мен көшіп келіп отырмын бала шағаммен деп. Айналайда мен машина соқтым дегенін қақтан білейін ба сен? Мына жерге маған келеді, машина соғып алма деп тұрмын ғой. Сен не тыңдап отырсың? Мен айтып отырған жоқпын ба? Сен өзің кел деген жоқпын ба? Болды ғой, болды. Үйді сатып кел. Сыртта қатын бала шаға тұр. Қатын, Рая бәрін келдіңдер ма? Ой, бұнауын қуады кеп, сенде құлақ бар ма өзі? Ауылдан келіп отыр полный Алматыға. Айтпайсың бе? Болды ғой жаным ау кәд. Үйге бар қатын қазмалап шай қой деп. Болды досым. Санжар ондай емес. Не ондай емес ме? Кім мұртың түзек қойшы? Кабинет зор екен де. Үйді қатырыпсың досым. Чай сөйлесейін. Домға, жоғары қабат, астың қабат, ерте ұйықтайды адамдар. Чай сөйлесе бір естіледі ғой. Сен де чай сөйле. Чай сөйлесейін. Чай сөйлесейін. Үйзің екен бірақ. Осы үйге қанша уақытқа келдіңдер? Алматыға. Енді досы шақырып қоймақ болғаннан кейін үй жайдың бәрін сатып келдік қой енді. Енді квартира тапқанша сіздерде тұра тұрамыз енді. Да? Осы ауылдағылар түсінбеймін. Қалада не бар? Ауылда бәрі бар емес пе? Таза ауа, натуральный продукты. Шүкір, ауылда бәрі бар. Енді бізде қаланы көрейік та. Енді ауыл ұнап бара жатса барып тұрмайсың ба өзің? Алып отырсыңдар. Досым, құдай қаласа үй алады қаладан. Қалан қақ ортасын алады үйді. Сол кезде көшет. Әзірге енді досым бір келгенде қалада мен неғып. Санжар, жүріп шығып келейікші. Кән досым, отыра беріңдер, беймар. Асыны кәсім. Осы үйде тұра бер деген не сен? Бүгін келді ғой қалаға. Кішкене тұра тұрсын, білмейді әлі қалан. Кішкене тұрғаннан кейін кетеді ғой көш. Келмей көрейік қой. Өзі құттып отырған кезде ауылға қайт бірдеңе ұрыс шығарып отқан. Бұл жерде еркек кім?
Санжар. Енді үйлерін сатқан, ақшалары бар, пәтер жалдап тұрмай ма? Санжар шешет болды. Әйел ештеңе қатырып атқан жоқ. Жоқ, осыларды түсінбеймін мен. Не үйлері жоқ, не жұмыстары жоқ. Қалай солай келе салады? Шағып сөйлеп жатқан сен үндемей отыруың керекпін ба ана? Ей, тыныш отырсай, сен біреудің үйінде отырсың, көтің қырсаң, шайыңды ішті. Көп жарайды. Анау үйді ремонттайын деп жатырық, үй босату керек. Кету керек дей саламыз соны. Тырыспай, дастархан басында әдемі болып отыр. Отырсаң, далада қалдық қой. Қайға барасың қазір? Енді жылан болсын өлейін ба? Ал отырсаңдаршы досым. Мынау енді жұмыс деп мияш қылған ғой қалада. Айтам деп есімнен шығып кетті де. Соны біраз болған. Үйге ремонт жасап қояқшы деп ойлап жүргенімізге. Соны жалдап қойған адамдарымыз тура ертең келеміз деп жаңа хабарласып жатыр да. Соған ертең ботаны төркініне жіберіп, өзім командировкаға кетіп, сонда үйді ертең босату керек болып тұрды. Иә, шынымен ремонт керек сияқты мына үйге, иә? Рахмет досым, ниетіңе, шақырған, дастархан, дәмдес қылдың. Не істеймін сен отырмай жүрейік енді. Қайттық досым. Заттар жинай бере. Заттар жина деген не әңгіме ол? Ой, түн жарым ғой қазір. Қаға барасың? Отырыңдар үйде. Ертең кетесіңдер. Толик. Осы қаладағылардың бәрі осындай ма? Қандай? Менсінбейді, жақтырмайды. Ауылдан келді деп не істейді ғой. Осылар ауылға келген кезде ше, құрақ ұшып, асты үстіне түсіп күтіп аламыз ғой. Қош, жатайық. Қош, ұйықтайықшы, айналайын, ұйықтайықшы. Кезінде ше, қалада қалмай ауылға айтқан дұрыс болып сен. Не үшін? Осындай сұржыланға жолығып, айтқаннан шықпай, бейшара болып өмір сүретін. Хотя бы түнде тыныштықшы, түнде. Ұйықтайықшы адам болсам. Досым, қала деген сен кәдімгідей өзгеріпті. Құрақ ұшып күтіп алама дегенім. Әйелің айтқаннан шықпайтын, сен де мен сияқты бейшара екенсің ғой. Досым? Не мен саған? Қонаққа күтіп атырық. Дастархан жаюлы. Қалаға кел, міні үй, міні машина, міні жұмысың. Үлдемен бірлігі орап қоям дедім ба мен саған? Бұяққа келеді адам. Өзінің өсіп-өну үшін тіршілік қылады, білесің ба? Сосын бейшара, анау-мынау деп. Өзіңмен мен салыстырмай қой, түсіндің ба? Саған қарағанда мен қалада үйі бар адаммын, Толик. Келдің ба, тіршілігіңді қыл. Болмаса қайт бар ауылыңа. Қайтпаймын мен ауылға. Сен сонда мен үйім жоқ деп тұрсың ба? Есінде болсын. Мен де бір күн үй алам. Сол кезде дос, балаларым, барлығын қинаймын. Есінде болсын. Өз сен болмайсың.